Қайырлы күн, менің YouTube арнамның оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін осындай тарыдан каша жасайтын боламыз. Өте дәмді. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып комментарий қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керекті осындай қуырылған тары болу керек. Мен 1 кило алған болатынмын. Соны бір ыдысқа бір кеседей алып аласыздар ғой. Кіші көлемдегі кесемен осылай салып, ыдысқа май, қант керек болады. Біріншіден осы тарының ішінде қара нелер болады, соның барлығын алып тастап, суық суға жуып аласыздар. Мінекей мен жуып дайындап алдым. Арасында кішкене осында қара болуы мүмкін, алып тастасаңыздар болады. Осында қара тарылар. Сосын осындай ыстық тұрған суды құйып, бір қайнатып аласыздар. Қараңыздар. Бірінші қайнатып пісіріп аламыз, содан кейін барып сүтті қосатын боламыз. Енді бетін жауып қойып қоямыз, қайнағанша. Көбігін қайнағаннан кейін алып тастайсыздар. Мінекей, және де жарты қасық тұз қосасыздар. Бұл тары көже неге пайдалы? Ол емізулі, баласы бар келіншектер, босанып келген келіншектерге жатырында қан қалмайды. Мысалы, ұйыған қандар қалып қоюы мүмкін босанғаннан кейін. Және де төстегі балаға кішкене сүтті қоюлатады. Кейбір аналарда сүт сұйық болады, сондықтан қоюлаты. Осы тары көжесі өте пайдалы әрі өте дәмді, тез дайындалатын каша түріне есептеледі. Сондықтан жасап көрсеңіздер болады. Мен өзім кішкентайым бар, емізулі болғандықтан үнемі осы тары көжесін жасап ішемін. Осындай майды қосып жіберіп, жақсылап араластырып, таңғы асқа ішсеңіздер болады. Бұл тарыны негізі қою сүтті шайға қоссаңыздар да болады. Осы сүтті қоюлатып, жақсы бала еметін болады. Ал менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар.